Сәлем, менің есімім Бибатима. Мен Air Astana компаниясында бортсерік болып жұмыс істеймін. Бүгін біз Ақтау-Алматы бағыты бойынша рейс орындаймыз. Бүгінгі күнді менімен бірге өткізіңіздер. Қазір таңғы сағат 4. Біз кеңсеге брифингке келдік. Брифингте бізге ұшақ түрі және рейс туралы ақпарат айтылады. Брифингте экипаж мүшелері бір-бірімен танысып, міндеттерін анықтайды. Сондай-ақ біз қауіпсіздік ережелерін бір қайталап жібереміз. Себебі бортсерік кез келген рейсте қауіптен тыс жағдайға әрдайым дайын болуы тиіс. Бортқа біз жолаушылардан 1 сағат бұрын кіріп, ұшақты рейске дайындаймыз. Мен кэтеринг қызметінен тамақ пен ыдысты құжаттарға сәйкес қабылдаймын. Ұшақ көкке көтерілгеннен кейін біз жолаушыларға сусындар ұсынамыз. Мен Air Astana компаниясына бортсерік болып 2018 жылы кірдім. 2020 жылы бизнес-класс кабинасының бортсерігі болдым. Бүгін бизнес-класста мен және Үлмекен екеуміз бірге жұмыс істейміз. Үлмекен бұл сапардың аға бортсерігі, ал мен бизнес-класс бортсерігімін. Бортсеріктер бір-біріне көмектесіп, сапалы және жылдам жұмыс жасайды. Сусын мен ыстық тамақ таратылғаннан кейін біз ыдысты жинап аламыз. Ал ұшақ қонған кезде арбалар кэтеринг қызметіне тапсырылады. Қазір біз Ақтау әуежайында жарты сағатқа тоқтап, келесі рейске дайындаламыз. Міне бізге қосымша тамақ әкелінді, себебі жолаушылар саны көбейді. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Көмектесейін бе сізге? Сау болыңыз. Енді біз ұшуға дайынбыз. Сондағы менің негізгі міндетім тамақты дұрыс қабылдау, жолаушылар санына сай, бәрі дұрыс болу керек. Мына телефон тұтқасы арқылы біз қалған бортсеріктермен және ұшқыштармен байланысамыз. Ал осы жердегі экран арқылы бортсеріктер борттағы шамды және температураны таңдайды. Біздің жұмыста ең маңыздысы қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, жолаушыларға сапалы қызмет көрсету. Міне осымен біздің рейс аяқталды. Біз бүгін Алматыдан Ақтауға ұшып, Ақтауда жарты сағат тоқтағаннан кейін қайта Алматыға ұштық. Сіздерге осы күнді менімен өткізген қызықты болды деп үміттенемін.